Саламатсыздар, құрметті көрушілер. Бүгінгі біз өтетін тақырыбымыз ол лист. Лист орысша списки. Олар некий информация бірге алып жүру үшін қолданылады. Мысалы, fruits деген лист ашайын. Fruits тең. Біз мысалы стрингті қалай ашамыз? Кавычка одиннан немесе двойной кавычка жазып. Листі біз квадратный скобка ашып создавать етеміз. Оның ішіне біз бірге алып жүретін информация жазамыз. Мысалы, fruits'тың списогының ішінде бізде не жазды? Фрукты деген не? Ол apple, banana. Мысалы, тағы басқалары. Осы типа бірге алып жүретін нелер, информация. Мен мысалы тағы мынандай список аша аламын. Students тең. Мысалы student олжас. Student ермек. И student мысалы получается мен print students деген кезде маған не шығарады? Осы списокты шығарады. Student олжас, ермек. Біз код ішінде қалай осы списоктарға жаңа объекттерді string болса да, numbers болса да, мысалы some numbers list деп атаймын. Мынақта 1, 2, 3, 4, 5 болсын. Қалай біз осы типа списоктан объектілер, информациялар алып и қоса аламыз. Бізде мынандай бар. Мысалы students точка басқанда сіз пачамды жазатын болсаңыз, сізде мынандай бір список шығады. Бізде осы атаулары, олар функция деп атайды. Және мынақта append деген функция бар. Оны enter выбирать етіп enter басамыз. И оның ішіне біз қосатын информация жазамыз. Мысалы мен string student Нұрсұлтан деймін. Және тағы сізге более понятно болу үшін мынақта да print students деп жазайын. Сонымен қараңыз. Маған бірінші мынау список шықты. Біз мына жақта изначально жазған списогі, оны шығардық. Сосын біз осы списокқа append добавить еттік. Осыны қостық. Students Нұрсұлтан деген. Және тағы да осы списокты шығардық. Бізге енді не шығады? Осы біз изначально жазған нәрселермен бірге, студенттермен бірге, біз тағы да мына жақта қосқан студентті шығарды. Енді қалай ала аламыз? Мысалы, ашып, осындай мынақта көріп, мысалы ағылшынша білетін болсаңыз, онда сіз аударып түсіне аласыз. Remove деген ағылшыннан ол убрать, удалить деп аударады. Remove. Мысалы мен student ермек дегенді алып тастайын едім. Мысалы оны колледжден шығарды. Тағы бір print жасаймыз. Student. Ран жазап, мені қараңыз. Мына жақта бізде олжас, ермек, дәурен дегендер болған. Олжас, ермек, дәурен. Сосын біз оларға Нұрсұлтанды қостық, ол колледжге түсті. Бірақ ермекті сосын шығардық. Енді бізде олжас, дәурен и Нұрсұлтан қылды. Ермек деген жоқ. Лист деген осы нәрсе. Болашақта біз оны қолданып, жұмыста да ол өте көп жағдайларда қолданады. Осымен сау бітті.